Саламатсыздар ма, студенттер? Шешендік өнер пәні бойынша бүгінгі дәріс сағатымыздың тақырыбы қазақтың би шешендері. Дәріс сағатының негізгі тақырыптық жоспары бойынша тоқталып өтетін болсақ, бүгінгі сабақ барысында қазақтың шешендік өнерінің даму және қалыптасу кезеңдері, одан кейін қазақтың үш жүзінің төбе биі Төленің, қаз дауысты Қазбектің, Әйтеке бидің шешендігі және қазақ даласында шешендігімен, батырлығымен, көркем сөздің кестесін төккен өрелі сөз айтып, қазақтың ішіндегі дау-дамайлы мәселелерді сөз өнері арқылы билік кесіммен шешіп, нәтижесін шығарып отырған қазақтың өзге де би шешендері туралы сөз қозғайтын боламыз. Ең алдыменен шешендік өнердің кезеңдері туралы айтатын болсақ, әрине шешендік өнердің бастау бұлағы тұмасы 12-13 ғасырлардан тамырын тереңге тартып, Майқы би мен Аяз биден басталатыны бізге жақсы мәлім. Одан кейінгі шешендік өнердің ары қарай даму кезеңінде 14-16 ғасырлардағы Асан Қайғы мен Жиреншенің шешендігі, 17-18 ғасырлардағы ел қорғасқан шешендер Төле, Әйтеке, Қазбек бидің шешендігі, хан сұлтандарға қарсы шығып, халықтың қамын ойлаған Байдалы, Әз Жәнібек, Тіленші би, Шалқар би, Тарақты тұяқ шешендерді және 19 ғасырларда Махамбеттің ел қорғаған батыр ғана емес, сөзге шешен, сөзге ұста болған ақындығын да, шешендігін де жақсы білеміз. Бала би, Тұрысбол, Сырым батыр шешендіктері де әрине шешендік өнердің негізгі қалыптасу кезеңдеріндегі өрелі өкілдері болып табылады. Әсіресе 17-18 ғасырлар қазақ халқының тарихында ең бір ерекше ғасырлар. Бұл қазақ халқының жоңғар қалмақ Қытай басқыншыларына қарсы тұрып, өз тәуелсіздігін қорғау жолында аламан күрес жүргізген кезеңі еді. Тап осы кезеңде аузымен құс түстеген белгілі билер мен шешендер тарихи аренаға шыққан болатын. Ұлы жүздің Төле биі, орта жүздің қаз дауысты Қазбегі, кіші жүздің Әйтеке биі сынды бір туар шешендер елді бірлікке, сыртқы жауға күреске шақыра білді. Қазбектің қаз дауыста аталуы, Төленің қарлығаш би атымен тарих бетінде қалуы осындай ел өміріндегі оқиғалармен тығыз байланысты болды. Ел өмірінің бұл дәуірінде билік өнері күшті дамыды. Сан алуан талас тартыс, дау-жанжалдар билік тарапынан шешіліп отырды. От ауызды, орақ тілді билер ел өмірін реттеп отырды. Әрбір ру не тайпаның өз намысын жырлайтын болды. Би тек заңгер ғана емес, өз халқының ақын жырауы, елінің тарихын көп білетін шежіресі дәрежесіне дейін көтерілді. Жалпы адамзат тарихында ақылгөйлер, билер мен шешендер, ғұламалар, сөз бен ойдың өнерпаздары, патша мен императорлар, хандар, қолбасшылар, көсемдердің рухани серігі болды. Шешен билердей сөз зергерлерін өздері емес, оларды ел басында жүрген атқамінерлер өздері ұстауға тәуелді болды. Ол жайы бізге тарихтан жақсы мәлім. Македонский мен Аристотель, Бонапарт пен Талейрон, Әз Тәуке мен Бұхар, Абылай мен Бұхар жырау міне осыға мысал бола алады. Демек, шешендер өз дәуірінің идеологтары, мәмілегерлері, өз заманының насихатшылары, тарихшылары, әрқайсысы өздері өмір сүрген қоғамдық ортаның айнасы, саяси, мәдениет қайраткерлері, ақылгөйлері, ойшылдары болды. Әрине, шешендіктің тұмасында тұрған ұлы жүздің биі Төле Әлібекұлының қазақ тарихында алатын орны өте ерекше. Төле би қазіргі Жамбыл облысы Шу ауданының Жайсаң жайлауында дүниеге келді. Төле бидің ата тегінің шежіресі, оның жастайынан ескіше оқып сауатын ашқандығы және сонымен қатар қазақ халқының ғана емес,
өзбек, қырғыз, қарақалпақ, тәжік аузында да әулие бас би саналғандығын біздер жақсы білеміз. қазыбек келдібекұлы қазақтың Тәуке, Болат, Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай хандарының тұсында мемлекет басқару ісіне араласты. Мемлекет басқару ісіне араласқан мемлекет қоғам қайраткері, әз Тәуке құрған билер кеңесінің мүшесі, атақты шешен болды. Орта жүздің төбе биі, 7 жарға аталатын заңдар кодексін шығарушылардың бірі еді. Қазыбектің өмір деректері де бүгінгі халқына жақсы мәлім. Әсіресе жоңғар басқыншыларына халық күресін ұйымдастырушылардың бірі болған Қазыбек бидің елдің азаттық алу жолында аянбай тер төккенін біз білеміз. Абылай ханның жоңғар қолында тұтқын болған уақытта босатып алуға белсене араласқандығын, Ресей, Бұхара, Хиуа мемлекеттері арасында еларалық мәселелерге де араласып, бейбітшілікті жақтаған мәмілегер болғандығын, аразыны татуластырған, алысты жақындастырып отырған бұл әрине Қазыбек бидің қызметіне тән. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан деп, елшілік қызметті де мінсіз атқарған тұңғыш дипломат десек те артық айтқандық болмас. Қазыбек бидің билік кесімдері біздерге күні бүгінге дейін жақсы жетіп сақталып, ел аузында әлі күнге дейін айтылады. Кіші жүздің биі Әйтеке би Бәйбекұлы, шын аты Айтық, қазақтың осы кіші жүз өңірінен шыққан ең мықты би шешендерінің бірі. Әйтеке бидің жалпы есімінің, шыққан тегінің, қалыптасуының тарихы жөнінде Өмірзақ Ахметов, Шайхислам Серікбаев, Әбіш Кекілбаев жариялаған мәліметтерді біз негізге аламыз. Зерттеуші ғалым Балтабай Адамбаев қазақ руларының басын біріктіріп, бір орталыққа бағындырған және туысқан қазақ, қарақалпақ, қырғыз халықтарын одақтастырып, жоңғар қалмақ шапқыншылығына қарсы бірыңғай халық майданын құрған Тәуке ханның кеңесшісі Әйтеке би. Әйтеке би шешендігімен бірге кезінде ел басқарған, заң жасасқан, феодалдық қазақ мемлекетін құрысып, нығайтуға үлес қосқан қоғам қайраткері болды. Әйтеке 17 ғасырдағы қазақ қауымының қарым-қатынастарын реттейтін, қоғамдық жүйенің негізгі саласын қамтитын 7 жарғы әдет заңын жасасуға қатысқандығы тарихтан белгілі. Зерттеуші ғалым, фольклортанушы Рахманқұл Бердібай билер сөзінің фольклорлық сипаты атты мақаласында осы Төле, Қазыбек, Әйтеке билерге қатысты айтылатын сөздердің жалпы сарын 3 топқа бөліп қарастырады. Зерттеуші ғалым аңыз әңгімелерге сүйене отырып, 3 биге тән қасиетті саралап, билер сөзінің тарихи шындыққа қатыстылық дәрежесін түрліше пайымдауға мүмкіндік бар екенін айтып, 3 түрлі негіздеменің төңірегінде топтастырады. Бірінші топ белгілі бір тарихи оқиғаның сарынын сақтаған сөздер. Екінші топ билердің қашан, қандай жағдайда билік сөзді айтқандары мәлім болғанымен, сондай-ақ айтуы мүмкін делінетін шешендік сөздер де бар. Үшіншісі, Төле, Қазыбек, Әйтеке билерге телінетін сөздердің бір тобының қай уақытта шыққандығы белгісіз, бірақ халықтың өз сөзіндей ауызекі сөз ғұрпына әбден сіңісті болып кеткен шешендік сөздер. Әрине, қазақтың тарихында жоғарыда кезеңдерін топтастыру барысында айтып өткеніміздей, Төле би, Қазыбек би Әйтекеден өңге батырлығымен, сөзге шешендігімен, билік іске, мемлекеттік іске араласқандығымен халықтың жадында сақталған мықты би шешендер де, сөз зергерлері де аз емес. Соның ішінде Едіге би ел жадындағы едіге әрі би, әрі батыр, әрі көсем, әрі шешен, әрі дана, ақыл-ойдың тұмасындай. Едігенің тарихи деректер бойынша Тоқтамыс хан тұсында өмір сүргендігін біз білеміз. Сондай-ақ халықтың аузында ел қамын жеген едіге дейтін ұғым қалыптасқан. Халық аузында сақталған осы аңыз әңгімелерден Едіге бидің хан алдында тайсалмайтын сөз сөйлеген ержүрек, ақылға бай адам екендігін біз тани аламыз.
Едіге бидің ең алғашқы өмір сүру мәліметтері, шешендік сөздері туралы шығарылған ең тұңғыш кітаптардың алдыңғы қатарында Қаныш Сәтпаевтың Ер Едіге атты жинағын айтуымызға болады. Бұл 1927 жылы шыққан болатын. Сонымен қатар қазақтың тарихында шешендігімен есімі елге танылған, әрі батыр, әрі би болған Бәйдібек Ақсақ Темірдің тұсында қызмет етті дейтін деректер бар. Бәйдібек би Асан Сәбитұлымен әрі туыс, әрі сырлас адам болған. Туған жері Ташкент шаһары екен. 3 жасында әке-шешеден айырылып, тұлдыр жетім қалған Бәйдібектің ер жете келе Шынтас дегеннің жылқысын баға жүріп, қазақтың ер жігіттеріне тән мергендікті, көкпаршы додашылықты, батырлықты, ат баптауды үйренгендігі тағы да жақсы мәлім. Бәйдібектен шешендік сөздер, өнегелі даналыққа толы бітім сөздер ел аузында кезінде көп айтылғанымен, бүгінгі заманға жеткені бірлі жарымы ғана. Бірақ халықтың аузында Бәйдібектің мықтылығы ауызекі әңгімесінде аңыз күйінде ғана сақталып отыр. Қазақтың би шешендерінің бірі Әжібай Болпышұлы. Әжібайдың есімі әсіресе кіші жүзге жақсы таныс. Кіші жүздің әлім атасынан тараған Таққожа Ақкете ұрпақтары Арал мен Сырдария аймағын көшіп қонып мекен еткен екен. Қазақ шежіресі атты тарихи еңбекте Серғазы Толыбеков Әжібай туралы былай дейді: Әжібай бидің алдына шабысып келген даушылар табысып тараған, талай пышақтасып келген адамдар құшақтасып тараған. Осының арқасында Әжібай бимен қан да, қара да қадірленетін, санасатын болған деп жақсы дерек мәлімет береді. Ескелді Жылгелді болатын болса, қазақтың атақты батыры, ел бастаған көсемі, әділетті сөз айтқан би шешені. Ескелді әулеті қазіргі Талдықорған облысының Қаратал өзенінің бойын мекендеген. Ол төңірек әлі күнге дейін Ескелдінің басына сыйынып, көрікпел әулие тұтынады, абыз деп басы еді. Ескелдінің анасы Ұланбике Төле бидің кенже қызы болған. Төле бидің өзі Ескелді дүниеге келместен бұрын болашақ жиенінің батыр әрі шешен болатындығын болжап кеткен екен. Ескелді бидің ел ішінде сақталған өнегелі сөздері бүгінгі күнге аса көп жете қоймаған, бірақ тарихта аты сақталған. Сырым Датұлының есімін қазақ қоғамы, қазақ тарихы жақсы біледі. Әрі батыр, әрі би шешен. Кіші жүздің Байбақты дейтін руынан шыққан. Қазіргі Орал облысының Жымпиды ауданы Сарой ауылында өмірге келген. Әкесі Дат орта шаруалы, біртоға момын, ақылды адам екен. Ал шешесі өз ауылын сөзімен де, ісімен де билеген есті жан болса керек. Сырым 7-8 жасынан бастап ел көзіне түсіп, шешендігімен таныла бастайды. Сырымның би шешендігі жөнінде фольклортанушы ғалым Балтабай Адамбаев кандидаттық диссертация қорғаған болатын. Шоң Едігеұлы бұрынғы Қарқаралы округі Баянауыл ауылында дүниеге келген. Ата тегінің шежірелік таралуы арғыннан Мейрам сопы, одан Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Шұбыртпалы, Қаракесек, Сүйіндіктен Қаржас, Жамболды, Құлболды, Орманшы тарап, бұл төрт ауылды ел төрт ұлы деп атаған екен. Осы Жамболдыдан Айдабол би, одан Едіге би тарайды екен. Едіге биден ағайынды Шоң, Торайғыр билер туған. Шоң бидің шешендік сөздері ел аузында әлі күнге дейін жатқа сақталған. Міне, сан мыңдаған ғасырлар мен замандарды шолар болсақ, сонау Шыңғыс хан тұсында өмір сүрген Майқы биден бастап, Аяз биден, Мөңке биден және бүгінгі сабақта біз есімдерін ауызға алған қазақтың би шешендерінің қай-қайсысы да халқына талғанда тіреу, сасқанда сүйеу болғандығын, олардың есімін ардақтап күні бүгінге дейін айтатындығымызды біз жақсы білеміз. Қазақ жерінде әділдіктің салтанат құруы үшін қиянат зұлымдықтың арам шөптей қаптап кетуіне қарсы қазақтың би шешендері қажыр қайрат жұмсады.
Міне осы орайда қазақ халқының рухани мәдени тарихында атышулы құскөмей шешен, жолбарыс терісін жамылған айтулы батыр, атақты билердің бірегейі бөлтірік әлменұлы еді. Оның терең ойлы, тапқыр тілді, даусы күндей күркіреген шешенмен талай тарландар иық теңестіре алмай, адуындыда алғыр шешеннің қасында жебесе алмай, жалындаған жүйрік олардың барлығынан оза шауып отырған. Бөлтіріктің шешендік өнері негізінен этикалық, тәжірибелік даналыққа негізделген. Өз ұлтының, қазақ халқының ұғым түсініктеріне сұлу сипаттама берген бөлтіріктің көптеген шешендік сөздері сақталып отыр. Ал Досбол шешеннің күні бүгінге дейін біздің ауызекі тілімізде, ұғымымызда кейбір сөздері сақталып әлі айтылады. Мәселен, жыланның үш кессе де кесірткелік қауқары бар, атаның баласы болма, халықтың бол данасы, немесе бәрінен де сөз бастау қиын, қанға бергісіз қара бар, сөз тапқанға қолқа жоқ дейтін сөздері әлі күнге дейін айтылады. Бірақ бір ескеретін жайт, жалпы шешендік сөздер қазақтың би шешендерінің аузынан тараған шешендік сөздерге фольклордың көп нұсқалығы, көп варианттылығы тән болып отырады. Кейбір еңбектерде кей шешендік сөздер Досбол шешеннің атынан тараса, кейбір шешендік сөздер өзге бір бидің атынан да тарап отырады. Мәселен, Саққұлақ шешен, оның шын есімі Сәбелең, бұрынғы Ақмола уезі, қазіргі Ақмола өңіріндегі Ереймен тауы дейтін жерде дүниеге келген. Қазақ халқының тарихында есімі елге мәлім Қажығали Бөгенбай батырдың шөбересі екен. Міне кейбір шешендік сөздер Досболдың, кейбір тап сол шешендік сөздер Саққұлақтың атынан да тарап отыратыны аз емес. Кезінде Саққұлақ шешен Шоқан Уәлихановты және оның әкесі Шыңғысты жақсы білген екен. Саққұлақ шешеннен де бүгінгі күнге жетіп жығылған шешендік сөздер аз емес. Міне дәріс сағатының соңында біздер тақырыбымызға қатысты әдебиеттер тізімін және ресурстар көзін ұсынып отырмыз. Студенттерде инсерт картасы бойынша жұмыс жасап, әсіресе бүгінгі дәріс сағатында бағыт беріп, есімдері аталған би шешендердің шешендік сөздерін хрестоматиялық жинақтан қарап, оқып, талдап келуді, сөйтіп кері байланысқа шығуды тапсырамыз. Соныменен бүгінгі дәріс сағатымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.